Давай түсіріп бастайық ал. Надеюсь, даусым естіліп тұр. И бұл видеода өзіміздің ойымыздағы идеальный күнге, бақытты өмірге, өзіміз қалаған қалауымызға, мақсатымызға жетудің жолы туралы айтамын. Біз көбіміз бәрі тез дәл қазір бола қалса екен деп ойлаймыз. Бірақ бұл оңай нәрсе емес. Және мен видеоларды монтажсыз түсіретін болғандықтан біраз ұзақ болады, так что өткізіп көрсеңдер де нормально бәрі. И оңай нәрсе емес ол. Өйткені мысалы жолда адасып кеттің, сенің баратын точкаң басқа. Бірақ сен түсініксіз бағытта тез қозғалып жатсың. Сен қаншалықты жылдам қозғалған сайын, сен баратын точкаңнан соншалықты алыстай бересің. Сол үшін біз нақты өзіміздің қалауымыз қандай, біздің ойымыздағы бақытты өміріміз қандай, біздің нақты мақсатымыз қандай деген нәрсені, жоқ, бұл жерде біздің деген сөз емес, менің деген сөзді қолдануым керек, иә? Нақты менің қалауым қандай деген сұраққа жауап беріп аламыз. Жұрттың бәрі бизнес ашып жатыр, мен де бизнес ашамын. Жұрттың бәрі магистратураға түсіп жатыр, мен де оқимын магистратураға. Жұрттың бәрі Алматыдан үй алып жатыр, мен де Алматыдан үй аламын деген сияқты емес. Жұрттың айтқанына еру емес, нақты өзіміздің жүрегіміздегі қалауымызды орындау. Өйткені жұрттың айтқанымен немесе түсініксіз бір бағытта қаншалықты сен көп еңбектенсең де, соңында бәрібір алған нәтижең сенің көңіліңе толмайды. Соңында өмірден де, айналаңдағы адамдардан да көңілің қалады. Сол үшін бірінші қадам мақсатымызды анықтап аламыз. Және мақсатымызды анықтап алғаннан кейін сол мақсатқа алып баратын ең қысқа жолды іздейміз. Ең қысқа жол. Мысалы, бір адам бастауыш мектеп ашқысы келеді деп алайық. Бастауыш мектеп ашқысы келеді. Ол бастауыш мектеп ашу үшін айтады: мен бірінші мұғалімдікті оқуым керек, екінші мұғалімдікте тәжірибе жинауым керек, содан кейін барып мен мектеп ашам дейді. Ал екінші жол барып бірден бизнеске қатысты қабілеттер үйрену, бизнеске қатысты адамдармен келісе алу, сондай сияқты сату сияқты қабілеттерді үйрену. Сосын барып арендаға мекеме алып, сол жерден мектеп ашу. Мүмкін ағылшын курсы кішкентай балаларға, сондай. И мұғалімдерді жалдайсың, соларды басқаруды үйрену. Және солардың еңбек ақысын беріп, өзіңнің де еңбек ақыңды алып отырасың. Сенде мектеп бар. Зато сондай неше түрлі жолдар бар. Бұл просто мысал, шынайы өмірде мүмкін бәрі басқа. Өйткені бизнеске қатысты былай көп хабарым жоқ, так что мысал ретінде айтып жатырмын. Сондай мақсатқа жетуімдің бірнеше жолдар бар. Енді біз ойланып барлық жағын қарастырып, ең қысқа жолды тауып алдық. Қысқа жолды тауып алғаннан кейін уже сол жолмен жүре бастаймыз. Жүре бастағаннан кейін өзімізге сұрақ қоямыз: нақты осы мен бара жатқан нәрсе шынымен менің қалауым ба? Және осы жүріп бара жатқан жолым шынымен қысқа ма? Ең қысқа жол ма? Бұл жерде маңызды нәрсе тағы бір жұрттың айтқанына еріп кетпеу. Өйткені мынандай нәрсе көп болады. Неғып басын қатырып жүрсің, неге? Барда мектепке жұмысқа тұрып ал.
жұмысыңды істеп айлығыңды алып басыңды қатырмай отырасың. дұрыс та, мектепке жұмысқа тұрмайсың, мектепке дейтіндер бар. Сондай кезде өзіміздің мақсатымызды, бара жатқан жолымызды ұстап қала алатындай жігер болу керек бізде. Келесі сол сұрақты қоямыз: нақты шындық па, шынайы мен қалаған мақсат па, шынайы ең қысқа жол ма, сұрап аламыз, өзімізден анықтап аламыз. Осы деген жауап алсақ, онда өлшейміз мақсатымыздан, біздің алдымызда тұрған мақсатымыздан және өзімізден ара қашықтықты, біз мақсатымыздан қаншалықты алыста тұрмыз, оған жету үшін бізге қанша уақыт керек, қанша еңбек керек, қанша тәжірибе керек деген сияқты бәрін есептеп аламыз. Және оны күндерге бөлеміз. Әр күнге тапсырма. Мысалы, сен шетелге жұмысқа барғың келеді, және именно сен барғың келген компанияға 3 жыл тәжірибесіз алмайды. Сосын белгілі бір ағылшын IELTS-тың несі болу керек, балы көрсеткіші болу керек. Және сен ойлайсың, арақашықтық қандай? 3 жыл уақыт, 3 жыл тәжірибе, 3 жылда белгілі бір деңгейге жету керексің, және 3 жылда IELTS-тың ең жоғарғы деңгейге жету керексің. Біз күн сайын не істейміз осы мақсатқа жету үшін? Күн сайын ағылшыннан сөз жаттаймыз, өзіміздің мамандығымызды тереңірек зерттейміз. Солай әрекеттерді күн сайынғы уақытқа бөліп қоямыз, және соны тоқтаусыз күн сайын жасап отырамыз. Тағы бұл жерде ескеретін бір нәрсе: менде мотивация жоқ, мен тым жалқаумын, менің қолымнан келмейді, мен ол жұмысқа лайықты емеспін, мен жеткілікті дәрежеде менің білімім жоқ, менен де мықты ақылды адамдар бар, деген сияқты адамның ойына неше түрлі ойлар келеді, шектеулер келеді. Біз ол шектеуді бірінші алып тастауымыз керек. По идее, осы ең бірінші қадам болады-ау. Өйткені менің қолымнан түк келмейді деген шектеу тұрған кезде, сондай сенімі бар адам ешнәрсе істей алмайды. Оған қанша мотивация бер, на самом деле мотивация деген менің көзқарасымда өтірік әңгіме. Бізге мотивация емес, бізге воля керек, жігер, іштегі ерік жігер керек. Бұл менің жеке көзқарасым. Солай, бірінші миды, сонда ең бірінші қадам, получается, миды тазалау. Жаңағыдай шектеулерден. Менің қолымнан түк келмейді. Болмаса, осы нәрсені жасасам, жұрт не ойлап қалады, жұрттан ұят емес па? Деген шектеулер тұрса, мысалы, YouTube канал ашқан келеді өзіңнің, бірақ жұрттың ойынан қорқасың. Ондай адам ешнәрсе істемейді. Қалауы болып қалады. Мүмкін бірнеше жылдан кейін ғана ол түсінеді жасау керектігін, бірақ ұзақ уақыт құртады. Сондықтан миды тазалаймыз. Ол мен Толстых әдісі бойынша мен қолданам, мен Инстаграмда жүргізем, ТикТок жүргізем. Сол әдіс бойынша бұл шектеулерді алып тастау оңай, жылдам алып тастауға болады. Мақсатқа жетудің жолдары осы: тек қана еңбек, бірінші ішкі жігер, сосын тек қана күн сайынғы еңбек. Бәрі дәл қазір, бүгін, ертең бола қалсын деген нәрсе жоқ.
әрине бәріміз қалаймыз солай болғанын, өкінішке орай олай болмайды. В общем, сол видео түсірмегелі біраз болды, кәдімгідей ойымды жинақтай алмай қалыппын. Еще бізде әдемі болып қажу өткізіп көрсетемін. Ой, камера бұрылмайды екен ғой. Давай былайынан көріңдер. Өзі анда-санда бір қажауат бізге. Солай